Бүгін деген қорқыныш пен үміттің екіұдай аралығы. Бүгін ертеңнен егесетін қалу. Айла таптырмас тығырықтан қаш. Әйтеуір түбі бір сытылып шығар амалды алдын ала қарастырып қой. Әлсіздік те тығырық. Одан да қашып құтылар айла малының көп болғаны дұрыс. Бұл Әбіш Кекілбаевтың аңыздың ақырында берілген мысалдар. Мен әдеттегідей бар оқыған дүниемді өз өміріммен байланыстырамын. Өздеріңізге аян, кейінгі кезде өмірімнің бір бөлшегіне эссе курсы арналды. Ендеше сіздерді де тегін сабағыма қатысуға шақырамын. Себебі бүгінгі күн ертеңгі қару. Тығырықтан шығудың жолын қазірден бастап қарастырыңыз.